Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы процессор және оның сипаттамалары. Сабағымыздың мақсаты қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру. Адам миы және компьютер. Адам миы дене мүшесі ретінде ағзадағы барлық өмір сүруге жауапты органдардың жұмысын реттеп отырады. Мысалға келтіретін болсақ, адам миы ойлау орталығы, көру орталығы, сөзді талдау орталығы, қозғалыс сөйлеу эмоция орталығы және оқу орталығы қызметін атқарса, компьютер берілген программа бойынша жұмыс істейтін қарапайым миы бар ақпаратты өңдеуге арналған электрондық құрылғы. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен сабақтарға шолу жасап көрейік. Біз компьютердің құрылғыларымен таныспыз. Олар монитор, жиілік блок, пернетақта, тінтуір, принтер, модем, сканер және колонка. Бүгінгі сабағымызға тиек болатын құрылғы ол жиілік блок. Жиілік блоктың өзі бірнеше ішкі құрылғылардан тұрады. Бүгінгі біздің сабағымызға керекті құрылғы ол процессор. Процессор программа сәйкес операцияларды орындауға арналған компьютердің негізгі құрылғысы, қызметтік бөлігі. Көптеген микро бөліктерден құралған компьютердің барлық есептеулері мен ақпарат өңдеу жұмыстарын орындайтын электрондық микросұлба. Процессорды компьютердің жүрегі десек те болады. Компьютердің есептеу жылдамдығы процессорге байланысты. Ең алғашқы процессор 1971 жылы жасалынды. Одан кейін әртүрлі заманауи процессорлар шыға бастады. Бірақ та элемент өлшемі мен элементтерінің саны әртүрлі. Процессор микросхема ретінде ұсынылған және оперативті жадымен қатар аналық тақшада орналасады. Процессор бағдарламалар жұмыста қажетті есептеулерді орындайды. Процессор ядросының қарапайым құрылысы ішкі шина, регистрлар, сопроцессорлар, арифметикалық логикалық құрылғы, процессор интерфейсі, жүйелік шина, басқару құрылғысы кеш жадысынан тұрады. Регистр өңделетін немесе басқарушы ақпаратты сақтауға арналған 32 беттен тұратын процессорын шапшаң істейтін жадының шағын бөлігі. Есептеу құрылғысының бір санды немесе сөзді уақытша сақтауға арналған шағын көлемді жады блогы. Процессордағы аса шапшаң әрекетті жадының құрылғысы немесе операндтар мен микросхемамен орындалатын нәтижені уақытша сақтауға арналған аса үлкен интегралды схема. Процессорларды командалар мен мәліметтерді аралық сақтауға арналған разрядтағы әртүрлі арнайы ұяшықтар. Дербес компьютерде программалау кезінде регистрлер тек ассемблер тілінде немесе төменгі деңгейлі тілде жұмыс істейтін программаушыларға ғана қолайлы болады. Алфавиттік цифрлы ақпарат теру өңдеу кезінде төменгі регистрлер кіші әріптерге, ал жоғарғы регистрлер аз әріптерге сәйкес келеді. Регистр музыкалық аспаптар немесе әнші дауысының белгілі бір биіктікте орналасқан дыбыс диапазонының бөлігі, кейбір үрмелі немесе тілді музыкалық аспаптарда бірыңғай тембр түктерді тобы. Микропроцессорлар такт процессордың белгілі бір операцияны орындауына кететін уақыт бірлігі. Тактілік жиілік бір тактіге неғұрлым аз уақыт кетсе және процессордың тактілік жиілігі неғұрлым жоғары болса, ақпарат өңдеу соғұрлым тез өтеді. Жады регистрлері ақпарат өңдеу барысында процессорға түскен деректерді сақтауға арналған жадының ішкі ұяшықтары. Процессордың разрядтылығы бір тактіге процессор өңдейтін алатын байттар мөлшері. Разрядтылық неғұрлым үлкен болса, компьютердің бір такт ішінде соғұрлым көп ақпарат өңдей алады. Мысалы, бірінші тапсырманы орындап көрейік.
Өте керемет. Сіздер де осылай орындады деп ойлаймын. Процессордың негізгі параметрлері 8, 16, 32, 64 биттен тұрады. Екінші тапсырма. Өте керемет, дұрыс. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, бақылау сұрақтары мен тапсырмаларына көңіл бөлейік. Процессор деген не? Оның қызметі қандай? Процессор қандай параметрлермен ерекшеленеді? Және процессордың даму кезеңдері 1978-2018 жылдағы кестеге берілген. Кестедегі бос ұяшықтарды интернеттен немесе басқа ақпарат көздерінен деректерді алып толтырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.